Эдгар Рампо. Егіздер. 5 бөлім. Пойыз менің жұмысқа әрекетімді білгендей-ақ таң қылаң бере Токиоға ат басын тіреді. Ағам үйіне киіп жүрген матасы мен суретіне шейін бірдей алдын ала дайындап алған кимононы киіп алдым да, тек кимоно емес, ағамның көйлек көншектері, белбеулері мен аяқ киіміне шейін бірдей қылып дайындап қойған едім. Ағамның үйден шығатын уақытын есептеп сол маңайға жеттім. Сонан соң айналадағы адамдардың назарын өзіме аудармас үшін ақырын ғана қақпадан секіріп бақшадан бір-ақ шықтым. Әлі үйдегі адамдардың оянбағанын білгендіктен маған қорқудың еш қажеті болмады. Еш кедергісіз бақша шетінде тұрған ескі құдыққа келіп аялдадым. Осы бір қолданыстан шығып қалған ескі құдық менің жоспарымның бір бөлігіне айналып тұрған орын болатын. Ағам да бір жаман оқиғаны сезгендей-ақ осы бір суы тартылып қалған арыстанның апанындай үңгірді топырақпен бітеп тастаймын деп жүрген еді. Тіпті бақташының қолы босай салысымен құдықты көму үшін деп арнайы топырақты әкелтіп қойған болатұғын. Бірақ мен Корея сапарының алдында ғана бақташыға тапсырылған істі осы қылмыстан кейін ғана орындауын өтіндім. Жоқ, бақташы бұл қылмыс жайында ештеңе де білмеді. Мен бақша бұрышына барып тығылдым да күте бастадым. Бірер минуттан соң менің туған бауырым осы бақшада болуға тиіс. Себебі ол күнделікті таңертең бақша ішінде серуендеуші еді. Ал менің жүйкем сыр бере бастады. Саусақтарым ұшына дейін дірілдеп, байыз табар емеспін. Қолтығымның астынан суық тер шыпылдап, өз қолым өз еркіме көнер емес. Енді туған бауырымды жер жансыздандыру оңай деймісің? Дәл осы аралықта уақыт маған ғасырдан ұзақ сәттерге созылып жатқандай көрінді. Әйтеуір 3 сағаттан артық торуылдап тұрғандаймын. Кенет баяу ғана ағаш сандалидің әндеткен даусы естілді. Және бұл ән маған таныс. Иә, бұл менің ағамның жүрісінің дыбысы еді. Осы дыбысты естігенде ойыма ең бірінші оралғаны бақшадан қарғып түсіп, алды-артыма қарамастан қашып кету. Бірақ өз-өзімді барынша жинақтап, ойға алған мақсатымды орындау үшін ешқайда қашу керек еместігін айтумен болдым. Ағам мен жасырынған тұсқа теңескен сәтте торуылдан атып шығып, оның артына тұра қалдым да, мойнына жібіліп қылғындыра бастадым. Демі тарылып, әлсірей бастаса да, ақырғы сәтінде қаскүнемнің жүзін көргісі келіп, артына қарауға талпынып әлек болды. Ал мен оған жол бермедім. Бірақ мойнындағы жіптің өзі оның тілегін орындағысы келетін сияқты шамасы. Жанарынан ең соңғы өмір ұшқыны сөнбей жатып, ол маған басын бұрып үлгерді. Ағамның жан тапсырар алдындағы ісіне, сұрланған жүзін, адам танымастай өзгерген кейпін өмірімнің соңына дейін ұмытпайтын шығармын. Көз алдымда кеше болғандай самсап тұр. Өмірді шексіз сүйетін, білдіргісі келгендей, денесі ең соңғы рет дірілдеді де жерге гүрс ете қалды. Осындай үлкен істен кейін ағамның жаны алақанымда қалып қалғандай, тастай болып үйіп қалды. Бастаған ісімді аяғына дейін жеткізу үшін алақанымды ысқылап, біраз уақыт құртып алған сияқтымын. Сүйретіліп жүріп, туған ағамның өлі денесін манағы құдықтың ішіне лақтырып жібердім. Сосын жанында тұрған таяқшамен құдықты көме бастадым. Бәлкім құдықты көму үшін әкелген сол топырақ өзінің көзіне құйыларын білген жоқ шығар байғұс ағам. Жалғасы бар.